Жұмыс ұнайды, иә. Жұмыстың ішіндегі ең қиыны бізде мына жақта қатты жүріп келе жатып өзі уже больной қиын болып жатқан кезде бүйтіп тақылдатып айда жәке деген кезде ғана. Ал мынау қыз балалар көбінесе түсінбейді. 2005 жылы келгем, содан бері әлі істеп келе жатырмын ғой енді қазір. Иә, 20 жыл болды, құдайға шүкір. Есімде жоқ қалай келгенім есімде жоқ. Келдік қой деп бірдеңе қылып келгенбіз. Жұмыс ұнайды, иә. Жұмыстың бабы сол адамдарға көмектесу. Жедел жәрдем болғаннан кейін уақытысында жету, уақытысында жеткізу біздің өзіміздің мойнымызға артылған жүк. Соны кішкене уақытысымен жеткізуді тырысамыз. Қазір енді көлік айдау қалада қиындау кішкене. Кейбір жерде жібереді, кейбір жерде жібермейді. Соның бәріне қарамастан уақытысында жеткізуге тырысамыз. Солидарность деген ол бар бізде. Біз өзіміз жаңағы қалада көбінесе енді күніге машина айдап жүрген, көлік жүргізіп жүрген жігіттер жібереді, ал мынау қыз балалар көбінесе түсінбейді. Әрқандай ситуация болады ғой жұмыста енді. Оның бәрін бөліп айта бермейсің. Әлі есімнен кетпейді. Бізде Айжамал әпкеміз бар еді, қазір пенсияда, демалыста. Мына Рысбек Батыр көшесінде Сарышаш деген магазинге вызып түсіп жатыр деп, сол магазинді іздеп, Сарышаш деп іздеп жүріп, сөйтсек Сарышаш емес, Форсаж деген магазин екен. Сол әлі есімнен қалмайды сол. Жұмыстың ішіндегі ең қиыны бізде мына жақта қатты жүріп келе жатып өзі уже больной қиын болып жатқан кезде бүйтіп тақылдатып айда жәке деген кезде ғана, сол кезде ғана кішкене қысыласын. Ары қарай Аллаға шүкір